аты Жетісудың жерінде, Жалайыр баба елінде, Сыпатай әулетінде ұлан бақыт той болып, Сүйінбаевтар әулеті сол тойға аттанғалы жатыр. Әулеттің келіні ата-енесін жолға шығарып салуда. Ал балам, үй-жай өзіңе аманат. Алла бұйырса, біз де кешікпей келіп қалармыз. Апа, Ал қарағым, не айтайын дедің? кенже қыз бастаңғы жасауға рұқсат сұрап тұр. Бастаңғы дейсің ба? Бастаңғы ата-бабадан қалған дәстүр ғой. Өзің бас көз боларсың. Бердім рұқсатымды. Жақсы апа, аман барып сау қайтыңыздар. Жолдарыңыз болсын. Кенжетай, апам рұқсатын берді. Алақай, қыздар келіңдер. Көңілді отырайық, ән айтайық. Айтсақ айтайық, келіңдер қосылыңдар. Кеңеше, сәлеміңізді алдыңыз ғой? Отырыстарың көңілді екен, сендер Ақсүйегіне бармайсыңдар ма? Кеңеше, барайықшы. Бұлар енді жанды қоймас. Барыңдар, бірақ көп кешікпеңдер. Кенже қыз бастаңғы жасаған ба? Бастаңғы қазақтың ұлттық дәстүрлерінің бірі. Ол үйдің үлкендері жолаушылап кеткенде, ауылдың немесе рудың жастары бас қосып, көңіл көтеру мақсатында ұйымдастыратын отырыс. Бұл дәстүр әсіресе қыз-келіншектер арасында кең таралған. Бұл жастардың еркіндік алып, бір-бірімен жақын араласуына, өнерлерін көрсетуіне мүмкіндік беретін дәстүр. Қазіргі кезде бастаңғы ұмытыла бастағанымен, жастардың бас қосу кештері осы дәстүрдің жалғасы ретінде өтеді. Абысын, жүріңіз, шай ішейік. Жарас,